Бәріне сәлем достар, бұл Сайбер алаң және оның жүргізушісі мен Аружан. Киберспорт әлемінде болған кейінгі жаңалықтарды бірге талқылайық. Біздің арнамыздың демеушісі Kingston Fury компаниясы екенін тағы да естеріңізге саламыз. Біздің шығарымдарымызды жіберіп алмас үшін YouTube арнамызға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Дәл қазір Қазақстан Республикасының кубогы жүріп жатыр. Соңғы нәтижелерге тоқталсақ, кейбір ойындар бойынша 4-5 мамыр аралығында EAFC 24, eFootball және Mobile Legends Bang Bang ойындары бойынша онлайн финал өтті. Mobile Bang Bang бойынша Bumblebees командасы жеңіске жетті. Лан финал Астанада Қазмедиада 12 мамырда өтеді деп жоспарланған. Онда Counter-Strike 2, Dota 2 және Mortal Kombat 1 дисциплиналары бойынша финалдық матчтар өтеді. Турнир хедлайнері Берден Кюбро Сарин. Жақын арада жүлде қоры 10 миллион теңге болатын CS2 турнирі. Rogue Exclusive турнирі 4 мамырда басталып кетті. Бұл TMD елдердің ойыншыларына өз шеберлігін көрсету үшін керемет мүмкіндік болмақ. Турнирдің соң кезеңінде сізді PUBG аңызына айналған Team Phantom командасының ойыншысы Дима Рекрентпен жеке кездесу мүмкіндігі. Сондай-ақ көптеген керемет сыйлықтар күтіп тұр. Мықтылар жеңсін. Бәріне сәттілік тілейміз. Ruhi Sports Mobile Legends Bang Bang мен PUBG Mobile бойынша жаңа құрамды жариялады. Mobile Legends Bang Bang командасында Махамбет Уарсил Бенниязов, Улан Олан Саламат, Эльдар Радоберг Омар, Бекзат 12 Ахамбаев, Айқын Айкун Амангелді. Сондай-ақ PMSL CSA 2024-ке қатысуға дайындалып жатқан PUBG Mobile құрамы да таныстырылды. Бір қызығы, бұл ростерде 2 украиндық ойыншы бар. Естеріңізге сала кетейік, сәуір айында PMGO Brazil 2024-ке қатысқан Ruhi Sports ұжымы толық сатып алу құқығымен Enlighten Gaming ұйымының қарамағына өтті. Electronic Virtus Pro'да жаңа ережелер қалыптастырып жатыр деседі. Ол жақын арада Джеймсті капитан рөлінен құлатқалы жатыр деген қауесет тарап кетті. Қазіргі көшбасшы жаңа беделді ойыншының пікірімен санасу керек дейді. Сонымен қатар ол Шариповтың керемет есте сақтау қабілетін де мақтап отыр. Қауымдастық Денис жаңа командасын өз ыңғайына қарай көтеріп жатыр. Командадағы тиммейттер де сол сияқты агрессивті ойнайды деп жатыр. Ал сіз бұл туралы не ойлайсыз? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз. Ал енді өсектайм. Overdrive Cloud9-ның болашақ құрамы жайлы бірнеше инсайт берді. Егер есіңізде болса, бұл командада қазір 3 бос орын бар. Тек 2 ойыншы ғана қалды. Олар Bomich пен Exile. Insider Overdrive Nine Pandas құрамының бірнеше ойыншысы Cloud9-ның шорт-листінде тұр деп хабарлады. Ол бұл ақпаратты өзінің Телеграмдағы жеке арнасында жариялады. Бірақ бұл ойыншылар туралы нақты мәлімет бермейді. Бұттылардың қазіргі жағдай мәз емес. Олар тіпті Бетбомдача CS2 Белград 2024-ке де қатыса алмай отыр. Клуб әлі де құрамға жаңа ойыншылар іздеп жатырмыз дейді. Бұған дейін бұлттылардың алдағы турнирде жеңіске жететініне бәрі күмәнданған еді. Ал турнир фавориті қазір Team Spirit. Fisher Esports студия мен Бетбом қолдауымен ұйымдастырылған Бетбомдача Белград 2024 турнирі 8 команда үшін жарыс алаңына айналды. 8 команданың 6-ы жеке шақырылып, қалған 2-і іріктеу ойындар арқылы өткен. Жүлде қоры 500 мың ақш доллары. Ал лан кезеңі Сербияда Белград қаласында өтеді деп жоспарланған. Ватсон ранғы төменгі керейлерге кеңес берді. Қазақ керейінің айтуынша, жақсы нәтижеге жету үшін бүкіл ойын бойы крип фарм жасамай, керісінше матчтың алғашқы минуттарынан-ақ ойынға әсер ете алатын белсенді кейіпкерлерді бірден таңдау керек екен. Исламбеков лайнинг кезеңдерін түсініп, криптерді уақытында блоктап және әртүрлі айтемдерді ақылмен пайдалануға қажет дейді. Ол сондай-ақ лайнда ғана күшті емес, Morphling, Templar Assassin немесе Мипо сияқты командамен белсенді ойнайтын кейіпкерлерді таңдауға кеңес берді. Virtus.pro іске қайта кірісті. Ұйым PUBG бойынша кәсіби сахнаға қайта оралатынын жариялады.
Олар бұрын матбул стегімен ойнаған халықаралық құрамды өз астына алды. Ском жаттықтырушысының басшылығымен команда PUBG Game Championship Spring'те екінші орын алды. Олардың Virtus Pro ретіндегі дебюттік турнирі PUBG Global Series 2024-тің үшінші кезеңі болмақ. Ол 20 және 26 мамыр аралығында Шанхайда өтеді. Немика гейминг ұйымы жаңартылған Dota 2 құрамын жариялады. Командада Керри рөлінде Лукас, Медер рөлінде Ники Кол, оффлейнер рөлінде Микса, ал Квизи мен Айк команда саппорттары. Айтпақшы, Ники Кол мен Айк немесе Никита Астахов пен Әлім Беспаев қазақстандықтар. Бұрын клубтың бастапқы құрамында ойнаған тәжірибелі ойыншы Фервиан енді команда жаттықтырушысы. Олар қазір Европалық Pro League 18 маусымында Б тобында өздерін жақсы көрсетіп жатыр. Эмо өзінің негізгі аккаунтында 13.000 ММР жинап, бұндай нәтижеге жеткен алғашқы Қытай ойыншысы атанды. Бұл туралы ақпаратты Мюсли китайский телеграм арнасы бөлісті. Ол оңтүстік шығыс Азия серверінде ойнайды. Ладерде 3-ші орын алып, филиппиндік Geekfam командасының ойыншылары ак және скэм ойыншыларын басып озды. Эмо көбінесе мидте ойнайды. Шторм Спирит, Инвокер және Эмбер Спирит сияқты кейіпкерлерде ойнағанды ұнатады. Liquipedia.net порталының дерегі бойынша ол 2023 жылдың желтоқсанында LGD Gaming'те ойнап 12.000 ММР жинаған. Алайда 2024 жылдың қаңтарында командада қаржылық мәселелер пайда болып, Эмо командадан кетуге мәжбүр болады. Эшел ТВ порталындағы дауыс берудің қорытындысы бойынша сәуір айының үздік ойыншысы анықталды. Анонс әлеуметтік желілерде өтті. G2 ойыншысы Илья Моноси сенімді түрде рейтингтегі өз көшбасшылығын сақтап қалды. Қолданушылардың жартысынан көбі Моносиге дауыс берген. Екінші орында MIBR ойыншысы Филиппе Юджи, ал Face Clan'дық Броки үздіктер үштігін жапты. Counter-Strike 2-дегі кәсіби ойыншылар қандай периферияны қолданады? PGL Major Copenhagen 2024 басталмас бұрын просеттинг порталы чемпионат қатысушылары қандай тышқандар, пернетақталар, құлаққаптар мен кілемшелер таңдайтын білу үшін сауалнама жүргізді. Ең танымал тышқан Logitech G Pro X Superlight. Superlight 2-де кең таралған. Үшінші орында Zovi AC2 CV моделі. Пернетақта санатында Razer Huntsman V3 Pro TKL, одан кейін Logitech 4 девайс G715, G Pro X, G Pro X TKL және G915 TKL. Құлаққаптар бойынша HyperX Cloud 2 абсолютті жеңімпаз атанды. Тышқан төсеніштеріне немесе келемшелерге келетін болсақ, SteelSeries Hack-Kevi, Logitech G640, Vaxi PA, Razer Gigantus V2 және Zovi GRC ең танымал болды. Диплом қорғайтын болсаңыз, киберспорт туралы жоба жазып көріңіз. Қазір бұл ғылыми сала болып саналады. 2018 жылы бір британдық университет осы салада ғылыми дәреже беріп бастады. Әрине, Dota магистры немесе шутер бакалавр емес, бірақ қазірдің өзінде бұл өте қызық болып тұр. Ал кейбір жерлерде бұл жай ғана мектеп клубы ретінде саналады. Киберспорт Ұлыбританияда, Штаттарда және Жапонияда білім беру жүйесінде бар. Ал оңтүстік Африкада бұл салада тіпті мәселелер туындап жатыр деседі. Естуіңіз бойынша оларға консульдер жетіспей жатыр. Біз Сайбералан командасы Қазақстандағы киберспортты дамыту және киберспортқа байланысты қазақ тілінде ақпарат тарату мақсатында апта сайын осындай жаңалықтар топтамасын шығарып отырамыз. Біздің шығарылымдарды жіберіп алмас үшін YouTube, Telegram арнамызға және TikTok пен Instagram парақшамызға жазыла кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Аружан, келесі аптада кездескенше.